Meni жасартып отыратын мына жас бәйбішем. Араларыңыз қанша жас? Арамыз 30 жас. 30 жас. Сіз қай жылғысыз сонда? 96. Мен 96. Сіз 66. Енді айда екеуміз бақыт болған. Айда 120-80 болады деп едім. Құдайдың құдіреті 180-ден 120-ға қалай түсіп кеткен білмеймін. сонда ағамыз жас әйел алғаннан кейін қан қысымының өзі ретке келді деп тұр ғой иә. Қалай кездестірдіңіздер бір-бірлеріңізді? Махаббат О жағы секрет болып қалсын. Халыққа бірден ой келеді. Аида, сен өз еркіңмен тұрмысқа шықтың ба деген. Өз еркіммен, конечно. Менің көз алдыма жастар кездеспейді, тек қана үлкен шалдар ғана кездеседі. Қалың мал болды ма? Мал жоқ. Қалың малсыз қыз болдыңыз ба? Нақыр жоқ. Махыр жоқ. Мен тегін кеткен. Мысалы, жігіттің дүниесі бар жоқ оған қарамау керек қой. Қыз қыздар Қарамау қарайды жоқ. ғой. қарамау керек. Қазір қыздар бар көбісі дүниеге қарайды, үйі болу керек, Жасына қарайды, жұмысына қарайды. Маған ондай ештеңке қызық болмайды. Мен тек қана жолдасыммен бақытты болсам. Екеуіңізді көріп бір өлең есіме түсіп отыр. Ашықсыз өмірме, егілме жаным, егілме. Көктегі күнге қол созсам, не дерсің мынау, не дерсің мынау өмірге. Керемет. Бүгін YouTube көрермендер, мен Нұрсұлтан Мейірбекұлы. Менің YouTube арныма жазылып қойыңыздар. Біз сіздермен бүгін арнайы Түркістан қаласында ерекше отбасымен танысатын боламыз. Ол Аида ханым мен Омар мырзаның отбасы. Кеттік. Ассалаумағалейкум. Ойбай. Мынау Аида деген ханым, иә? Қалыңыз қалай, амансыз ба? Операторымызға дейін амандасып құшақ жая қарсы алған Аиданың ақ көңілділігіне аң-таң болдық. Артынша Омар мырза да оң көзқараспен бетімізге дейін сүйіп амандасты. Аида ханым мен Омар мырза, мына Омар ағай, махаббаттың символы деп ерекше отбасы деп санаймыз. Конечно. Иә. Аида ханым мен Омар мырзаның арасы 30 жас. Көбісі білет, танымал. Иә? Бізде TikTok'та. TikTok'тағы оқырмандарым біледі. Бұлар да, бұл кісілер де мені таниды, себебі осыдан 2 жыл бұрын Аида ханым жоғалып кеткенде, иә? 2023-те. Табылды ғой. 2023-те. Иә, мен себепкер болдым сол кезде іздеп тауып әйтеуір. Махаббат жасқа қарай ма? Омар мен Аиданың мәнді махаббатына дүниеде, даңқта, тіпті денсаулықта кедергі болмаған. Бастысы олар бір баспанада бақыттың балғындығын сезініп бірге ғұмыр кешуде. Кейбір жұбайлардың жас аралығы едәуір болуы байырғы заманның жұрнағы шығар. Қазақ әдебиетін алып қарасаңыз, Қамар сұлу, Ұлпан, бақытсыз Жамал барлығы қазақ қызының үлкен кісіге атастырылуы немесе тұрмыс құрумен тікелей байланысты. Олар өкінішке қарай мәжбүрлі түрде. Қарапайым адамдардан бұрын өнердегі жас айырмашылығы едәуір тұлғалар бар. Көшін бастап тұрған 45 жас айырмашылығы бар әнші Нұрғали Нүсіпжанов. Әркім өз өміріне, өз тағдырына жауапты. Бірақ жалғыз ғұмырын жақын адаммен өткізуге арналған жұбайлардың таңдауын түсінуге, құрметтеуге тиіспіз. Бұрын осы үйге келіп тұрмын. Иә. Журналист жібердің ғой сол кезде. Осы үйде тұрамыз, жақсы. Құдайларыңыз біліп кетейші деп осы жаққа келіп едім. Келіңіздер, кіріңіздер. Кіріңіздер деп қымсынып емес, қонақ жайлық қымсынып тұрған қос ғашық осы баспананы паналайды. Бұл тәнге суық болса да жанға жылы берекесі бұрқырап тұрған баспананың бірі. 2 бөлмелі үй үшін айына 35 000 теңге төлеп тұрады екен. Біз барсақ, қайнағасы да қонаққа келіпті. Аумин. Қазір 11 жыл болды, есептесек өмір сүргенімізге. 11 жыл бірге келатсыздар, иә? 2 баласы болатын сол кезде. Махаббаттардың жалғасы 3-ші жылды. Кеше біреуін тастап қойдық. Ау? Біреуін тастап қойдық кеше. Түсіп қалды ма? 12 апталықты түсіріп алдым. Денсаулығыңыз болмайды ма? Денсаулығым болмай жатыр қазір. Оқырмандарым өте жақсы, жаңағындай қиналған кезінде постоянно көмектесіп, қол ұшын беріп, балаларға тәтті-мәттіге, жаңағы жетпей жатқан жеріне көмектесіп, ақшалай көмек беріп тұрады оқырмандар. Жуырда естіп жатырмын, үй сыйлайтын ойлары бар.
деп сіздерге. А, Сол жөнінде иә. айтып кетіңіздер. Иә, көктемде Құдай қаласа үй алып қаламыз өзіміз. Үй Наурыз- береді деп айтылды бізге. Алтын сырға аумин, сол қабыл болып бұйырса қоныс тойға келейік. Иә. Иә, қайтадан. Иә. Араларыңыз қанша жас? Арамыз 30 жас. 30 жас, Сіз қай жылғысыз сонда? Мен 96. Мен 96-мын. Сіз 66. ата енді атаңыз аға дей берейік, ата дейміз ба, аға дейміз ба білмей Ата қалдық қой. демеңдерші, ана оқырмандар ата Ата деп. дейді, енді кемсі ғой. Аға деңдерші, Аға. ата. Аға мынау сұрап атады, расымен әйелі ме деп. Иә, Не деп бәрі жауап де бересіз, сөйтіп. айтыңызшы. Бұл Аида менің өмірім махаббатым. Түсінген адамға. Жас болса да мен өзім шын ықыласпен алып отырған. Не- Кеше Астанада, Қостанайда ЗАГС қабылдаған жоқ бізді уақытысында. Атамызға деген махаббатыңыз шексіз ғой. Махаббатымыз шексіз, иә. Әкеп көрсетші. Әкеш. Айналадағы бәрі таңғалып бұл екен. Көк қағазын Қалай әкеш. тапқасын деп Көк қағазын әкеш. Көп қағаз. Көп қағаздар бар екен. Көк қағаз көрсеттім. Осы Міне, көп қағаздарын әкелді. Бізді неге қию қағазымыз. Заңды некедеміз, Құдайға шүкір. 3 бала шағамыз бар. Сонда осы уақытқа дейін болмадыңыздар ғой заңды Осы некеде? мына қызымды босанар Бұрын уақытында. Бір жылдың ойы мынау қазір мына екі баланы 24-те. әке тануда. Бәрін бітірдім ғой. Жаңа көк қағазын көрсетіп жатыр ғой міне. Бұл кісілер оған осы уақытқа дейін заңды некеде болмаған. Сол мақтанып көрсетіп жатыр. Баяғыда біз диплом алсақ бәрі бізге көрініп беретін еді ғой. Мен де бір көрініп беріп қояйын, мәніш. Пустой болмасын. Иә? Рахмет. Әкеңізбен қатар адамсыз, иә? Әкесінің 2 жас үлкенмін. Бірақ қайнатам да папа дедім, бірақ сонда да мен әлі осындай алмаймын. Махаббат жасқа қарамайды дейді ғой. Иә. Соның бір дәлелсіздер ғой сіздер деген, иә? Мынау халық бар ғой сіздерге айтады ғой. Енді сен жассың ғой, Аида деп айтады ғой. Соларға не жауап бересіз? Мен одан да не бүйтіп. Жоқ, мен кетпеймін, мен осымен бірге тұрамын. Осымен өмір сүрем. Құдайға шүкір, біздің бала шағамыз бар ғой. Жаста біреуін таппадың ба дейді. Жасты не істеймін? Мен айтам да бұларға, оқырмандарыма. Менің көз алдыма жастар кездеспейді, тек қана үлкен шалдар ғана кездеседі. Қолдап әйеліңізді қараңыз, сіздің қасыңызда қандай емеу болып отыр, иә? Отбасымыз бұзғысы келетін, көре алмайтын адамдар. Бұның тісі жоқ қой, кәрі ғой, сенде кемпір болып қапсың дейді да маған. Ертең бәріміз де үлкен боламыз, жас келген сайын адам осырысты алады. Күйеуіме күліп келемеждеудің қажеті жоқ дейді Аида. Олар отбасының оза шауып, уықтай иіліп айрандай ұйып тұру үшін ақша маңызды емесін жеткізді. Жоқ, ақша емес. Ақша бұл Отбасын ұстап тұрады, не дүниеде. айтыңыздаршы? Мына мен сізге айтайын. сыйластық, бала шаға. Мен сіздерге айтайын. Отбасын ұстап тұрған әуел Құдай мына екеуміз сізбіздігіміз бір-бірімізге жарасып тұрса. Басқа ешнәрсе керек емес. Мына балдарым босанды, туып берді маған. 6-ауын туды, 3-еуін Құдайға берді. Қалған 3-еуі бар. 2 бала, 1 қызым бар. Осының өзі маған ғанибет. Халықтың өзі бір қолдау танытып отыр деп ойлаймын сіздерге. Өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Қандай керемет. Расында отбасының мынау тұрақты болу үшін ақшаның маңызы жоқ, дүниенің маңызы жоқ. Бастысы сезім, махаббат, сыйластық айтыңыздар. Мен кеше 60-қа толдым деп отқан жоқ ма әлі? Туған күніңіз құтты болсын. Юбилейіңіз құтты болсын. 60-қа толдым, ноябрьдің 22-сіне. 60-қа толдым деп отқан жоқпын. Мені жасартып отыратын мынау жас бәйбішем. Қалай кездестірдіңіздер бір-бірлеріңізді? Махаббат Қысқа айтып енді О жағы секрет болып қалсын. секрет айтпаймыз. Жасырам. жоқ, бірақ халыққа бірден ой келеді. Аида, сен өз еркіңмен тұрмысқа шықтың ба деген. Өз еркіммен, конечно, өз еркіммен. Алып қашқан жоқ. Жоқ, алып қашқан жоқ. Бір кездестім, бірақ ауыз сөз айттым мен бұған. Ағырлы, Астанада кездестім. Бірақ ауыз сөз айттым. Өмірде сен маған тұрмысқа шықсаң, мен сені қадірлеп өтем дедім. Ары қарай айтпаймын, ар жағын айтпаймын. Ақырына шейін қадірлеп өтем сені деп. Болды деді. Екеуміз согласие.
Мәссаған. бір-біріне уәде беріп қосылған ерекше жұп үй ішімен таныстырып тыныс тіршілігін көрсетті. Иә, осы жерде мен өзім тамақ істеймін жаңағы. Осы А. бізде кухнямыз. Мынау шай ішетін жеріміз. Иә. Кіре беріс қой, иә, бұл жерде ішесіздер ма шай? Иә. Осы жерде шай ішеміз, кухнямыз шағын. Жаңағындай. Мына жақта залымыз бар. Мынау осы жақта бәріміз жатамыз. Бала шағам, жолдасым, мен. Қалың мал болды ма? Жоқ, қалың мал жоқ. Қалың малсыз қыз болдыңыз ба? Мәхір жоқ. Бақыр жоқ. Бақыра жоқ ондай бар. Солтүстіктің бәрі жаңағы орысша қояйық мына. Мен тегін кеткен. Екеуміз өмір сүріп кеттік. Өміріміз осылай жалғасып келе жатыр. Бастысы бақытты болсаңыздар болды. Бір бажам айтты, бұны жылататын болсаң, сен дарға ішіп беремін деді маған. Бажам сорада. Мен балдызымды. Балдызымның нетін өмірін көрген жоқпын бірақ деді. Бірінші мәрте көруім деді жаңа бажам. Айдан жылататын болсаң, сен дарғасам деді. Оған көнем дедім. Енді мынау бүкіл орындаған қойған шарттарыңыздың уәдеңіз бәрін орындап келе жатыр ма бұл кісі? Иә, бүкіл орындап келе жатыр. Ұрыс керіс болмау үшін біз соны бүйтіп өзіміз жаймен бүйтіп ақылға шешіп, сөйтіп не істеп жатырмыз, отбасымызды сақтап қалып жатырмыз. Жалпы түсіністік қой, түсіну керек, иә. Түсіністік, иә. Ол адамның, мысалы, жігіттің дүниесі бар, жоқ, оған қарамау керек қой, қыздар қарайды ғой. Қарамау керек. Қазір иә қыздар бар көбісі, иә, дүниеге қарайды, үйі болу керек, Жасына қарайды, жұмысына қарайды. Мен олардың орнында болсам, маған ондай ештеңке қызық болмайды. Мен тек қана жолдасыммен бақытты болсам, жолдасым қандай болса да, бәрін көтеріп, өзімізді тек қана өзіміздің күшімізбен бүйтіп көтерілсек, бірақ арасында оқырмандарым да көмектесіп отыр ғой. Оқырмандарыма да көп рахмет. Екеуіңізді көріп бір өлең есіме түсіп отыр. Махаббат деген қандай деген өлең бар ғой, иә? Махаббат деген қандайды, қарасаң көзің толмайды. Сағынған жанға жете алмай, қаншама гүлдер сарғайды. Білесіз ба? Ғашықсыз өмірме, егілме жаным, егілме. Көктегі күнге қол созсам, не дерсің мынау өмірге. Керемет. Нағыз махаббат символысыздар, иә? Аққудай, қос аққудай, аман болыңыздар. Айдаға өткенде бір-екі, Шымкент облысының бір-екі келіншегіме айтысып қалдым. Соны Айда, мен естпей, мынандай жерде отырмын, не жерде отырған, Айдаға айтады. Жаңа келіншектің айтқаны. Айда дейді, бітісін шығарды, тастада кете берсейші дейді да, мынаған. Жыламаңыз аға. Мен жылайын деп жатқан жоқпын, бітісін шығарды, тастап кете берсейші дейді Жоқ, Айдаға. жан-жақтан айтады ғой сондай әңгіме. Ой арамдады ма? Иә, дұрыс қой, ондай адамдар көп та, бірақ оның бәріне біз деп тыңдай берсек не болады? Иә. Біз одан да ондайды мен кейбір негатив жазған нелерді астына жазғандарды мен оқымаймын да. Өзіме жаңағы керекті сөздерді ғана оқып, жаңағы өзімнің қолдаушыларым бар, оқырмандарым, үлкен кісілер болсын, жастары болсын, бәрі де қолдайды ғой, бірақ негатив жазатындар өте аз. Енді өзіңіз жұмыс... Ең кішкентай кенже інімді 78 жаста көрген. 78? Иә. 78 жасында ұлды болған, иә? Қараңыздар, 70 байлар, 80 байлар туылған деген осы ғой. Достар, біз мінекей Айда ханым мен Омар атамыздың деп қоям, ағамыздың шаңырағына келіп қалдық. Мінекей осылай хал жағдайларын білдік, бұйырса жақсы баспана бұйырсын. Бұл кісілердің махаббаттары бір-бірін аңсап жүрген жастар үшін жұғысты болсын, иә? Бір-біріне қосыла алмай жатқан қаншама жастар бар ғой, бір-бірін жақсы көреді, бірақ қосыла алмай жүрген. Оларға қандай өсиет айтасыз? Бір жігіттерге қандай лайфхак айтасыз, айтыңызшы. Ақыл айтып жіберіңізші. Мен ақылын тыңдайтын болса, бұрынғының айтқаны бар ғой, жарыға Құдай жандысын, есеркесін малдысын, қатарымыздың алдысы кәлима мен кәрімет, сақтасын Құдай саламат, Мәдинады Мұхаммед, Үргенші Палуан Ахмет сайрамда бар, Сансызбап отырарда баратын бар.
Түркістанда төмен бабамыз Құл Қожа Ахмет Яссауидің әруақтары қолдасын деп, бірақ айтатыным, үлкенмін деп шіренбеу керек. Кішкентаймын деп күлмеу керек. Қыз кішкентай де болмайды. Өзінен 1-2 жас кішкентай болса да мейлі, бірақ сіз біреулер бар. Әйелі жас болса, төмпештей беретіндер бар. Ондайдың керегі жоқ. Одан да сіз білдес күн көру керек. Өмір деген сіз білдес. Сыйластық болса болды. Сіз өзіңізде әкеңіз мынандай ғой, ұрпақтар сабақтастығы ма түсінбеймін, мысалы сіздердің араларыңыз 30 жас болса, сіздің әкеңіз бен анаңыздың арасы қанша жас болды? 35 жас. 35 жас, иә? Мәссаған. Бастысы балаларыңыз бақытты болса болды, мінекей. Қандай үйде тұрсаңыздар да, қандай тамақ жесеңіздер де, қандай ас ішсеңіздер де, отбасына сақтап тұратын сезім, махаббат, тыныштық, бақыт қой, иә? Одан асқан не? Денсаулық. Ешқандай бір ұрыс жанжал болып жатса қалай шешесіздер? Үндемей шығып кете береміз. Біреуіміз жаңағы сөйлеп қалсақ, жолдасым өзі алады да 5 минут сыртта жүріп қайтып келеді өзі. Маған қайтып жоламайды да, 5 минуттан кейін өзі қайтып келеді. Ашуымыз басылды, болды, уже шай ішіп отырамыз уже. Еш нәрсе болмағандай. Еш нәрсе болмағандай. Өзіңіз тамақ істеп тұрасыз? Иә, өзім тамақ істеп тұрамын. Атамыз ағасы істеп тұрасыз ба тамақ? Демесе аға десе. Иә, ата демеш, аға деш. Бәрі ата дейді, бәрі. Ата демеңдер, аға деңдер. Аға деңіздер, иә. Бұл жаңағы тамақ істегенде мен өзім денсаулығыма байланысты өзім ауырып қаламын ғой, 2-3 күн үйде жатып қаламын төсекті артып, сол кезде бұл өзі істейді. Балаларға да өзі қарайды, қызға да қарайды. Мынау бала бүлдіріп қойса бәрін жуа бересіз ба өзіңіз? Иә. Көмектесесіз? Жеркенбейсің ба дейді. Қалай жеркенем дедім, міне дедім, міне хоу. Баланың? Баланың құйрығын как раз боқ-боқ қойған. Одан жеркенбеймін мен. Баланың тіпті жаңағы білдірген затынан да желкенбейді дейді. Тіпті жақсы көреді, енді жақсы көретін болып тұр ғой баланы, иә? Бір-бірлеріңізді не деп еркелетесіздер? Еркелетесіздер ма жалпы? Жоқ. Айконым деймін. Айконым дейсіз ба? Жаным деп еркелетеді бұл мені. Мен бұны еркелетпеймін. Дайын болып тұрса болды маған деймін. Иә. Қоятын. Ұшырдым баптабы ядан, кетпесін ойда қиялдан. Арманға биік қол ұстасын, тұрасың демеп жиялдан. Көңілім бүгін алынды, күтімді әке балаңды. Шаттықпен жарқын тойың ау, Сыйлаймын сазда бол әнді. көңілім бүгін алынды, күтімді әке балаңды. Шаттықпен жарқын тойың ау, сыйлаймын сазда бол әнді. Молодец, керемет ата, аман болыңыз. Өнеріңіз өрге жүрсін, даусыңыз қандай керемет. Енді қандай талантты сіздің жігітіңіз. Керемет, аман болыңыздар. Мынау өздеріңіздің бақтарыңыз ба осы өз жаңағы Квартира хозяйны. хозяйным? Жейсіздер ма, жейтін бере ма? Иә, Өзіміз компот қайнатып бердім балдарға. Көрсетіңізші қандай ағаштар бар? өзі. Арағында черный слив, мынау сары өрік. Мына майский өрік дейді. Бұл майда тез піседі. Мынау күздік алма. Ондай ранетка дейді ғой, бұрын бізде ранетка деп айтады, мына жақта ранетка өсетін. Мен сендерге айтатыным, жарыққа Құдай жандырсын, есерге Құдай малдырсын, қатарларының алдырсын, кәлима мен кәрәмет сақтасын, Құдай саламат, Мәдинәні Мұхаммед. Өргеншілік балаңызға сайрамда барсаңыз ба, отырарда бар, отында бақтарында барсам ба. Түркістанда төмен ба, бабамыз Құл Қожа Ахмет Яссауидің әруақтары қолда, Құдай жертеріне шипа, дендеріне салсын. Өбірлі шүбірлі болыңдар, Алла Аумин. бақыт берсін. Я достар, мінекей ең ерекше осы Түркістандағы отбасыға келіп қалдық. Нағыз бақытты үйіп отқан семья. Сіздерге бақыт тілейміз, аман болыңыздар. Арнамызға тіркеліп өз пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Біз сіздермен біргеміз, аман болыңыздар.